Баршаңызға қайырлы күн достар. 15 шілде 2024 жылы екінші потоктың қайтарымсыз гранты басталады. Яғни 1.476.800 теңге 400 айлық есептік көрсеткішінде. Бұл гранттар кімге беріледі? Яғни бұл бизнес әлеуетін іске асыруда және де өндірісті жалға қоюға, дамытуға, тұрақты табыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Гранттар келесі бағыттарды қолдану үшін беріледі: қажетті мүкәммалды еңбек құралдарын, технологиялық жабдықты, жануарларды, малдарды, құстарды, көшеттерді, бұталарды, тұқымдарды, көшеттерді сатып алу, үй-жайларды жалдау алу ақысын төлеуге беріледі. Гранттар тұтынушылық мақсаттарға, кредиттік қарыздарды өтеуге, жылжымайтын тұрғын үй сатып алуға және салуға берілмейді. Гранттар алудың негізгі шарттары. Грант алушы жұмыспен қамтудың екі санатының біреуіне кіру керек. Тіркелген жұмыссыз, яғни еңбек кезекке тіркелу керек, немесе жеке кәсіпкер 3 жылға толмаған кәсіпкерлігі болу керек. Және де әлеуметтік осал топтың біреуіне кіру керек. Көп балалы ана, әке, атаулы әлеуметтік көмек алушы, мүгедек адамдар, қоныс аударушылар, асыраушынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік жәрдемақы алушылар, мүгедек баланы тәрбиелеп отырған жәрдемақы алатын адамдар, жұбайы, зайыбы, қандас қолданыстағы мәртебесі бар адамдар алады. Яғни осы категорияларға кірсеңіз, мен сіздерге толыққанды сопровождение жасайтын боламын. Яғни сертификат, бұл жерде еңбек кезекке жұмыссыз ретінде тіркеу, немесе ИП ашу, бизнес-план жасау, барлығы және де 15 шілде күні өтінім тастау, заявка тастау қызметтерін ұсына аламын. Қайтарымсыз грантты алуға осы төмендегі шарттардың біреуіне кірсеңіз, қатысып көрсеңіз болады. Баршаңызға сәттілік. Менің ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырсаңыздар болады.